Неміс жазушы мотиваторы Экхарт Толле өзінің The Power of Now, яғни қазіргі сәттің күші атты кітабында өткеніңізге өкініп, немесе болашақты уайымдауға жұмсаған әрбір минутыңыз босқа жоғалған уақыт екенін айтады. Себебі сіздің шын мәнінде өмір сүріп жатқан уақытыңыз дәл қазіргі сәт. Олай болса, кітапқа тереңірек көз жіберейік. Соңына дейін көріңіз. Зерттеулер бойынша, егер сіз 100 адамнан ең жиі кездесетін екі жағымсыз сезімді атауды сұрасаңыз, олардың 99-ы өкініш пен уайым деп жауап беруі мүмкін. Көп нәрсеге өкініп, уайымға салынатынымыздың себебі біздің санамыздың жұмыс істеу тәсіліне байланысты. Біздің басымызда тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн үздіксіз жалғасып тұратын тұрақты сана мен ойлар ағыны негізінен екі нәрсемен айналысады: өткен шақ және болашақ. Таңертең әдеттегіден 10 минутқа кеш тұрсаңыз, ең бірінші сізге қандай ой келеді? Қап, әттеген-ай, ұйықтап қалыппын ғой. Будильникті бекер кейінге шегеріппін. Енді жұмысқа кешігіп бастықтан сөз еститін болдым-ау. Мінеки, сіз кем дегенде күніңіздің бірінші жартысын бұзып алдыңыз. Экхарттың айтуынша, біз ең маңызды, яғни қазіргі сәт жайында аз ойланамыз. Тек қазіргі сәттің маңыздылығының себебі барлық құбылыс осында болып жатыр. Сіз сезінетін және сезетін барлық нәрсе қазіргі уақытта орын алып жатыр. Ойлап қарасаңыз, өткен шақ ол бүгінгі күннің барлық өткен сәттерінің жиынтығынан басқа ештеңе емес. Ал болашақ өз кезегін күтіп тұрған қазіргі сәттердің жиынтығы. Сондықтан қазіргі уақыттан басқа кез келген сәтте өмір сүру пайдасыз. Егер сіздің мақсатыңыз бір айдың ішінде емтихан тапсыру болса, оған дайындықты кейінге қалдырған уақытыңызға өкіну де, алда сізді ауыр жұмыс күтіп тұрған уайымдау да бұл мақсатқа жетуге көмектеспейді. Ал егер сіз жоспар құрып, аз-аздан мәселелерді шешуді осы сәттен бастасаңыз, алға қойған мақсатыңызға жету оңайға түседі. Адам шын мәнінде азап шегетін ауыртпашылықтарды өзі құрастырып алады. Сіз өткен өміріңіз бен болашақ жайлы көп ойланасыз. Бірақ одан пайда бар ма? Сізге ол пайдасыз ойларыңыз көмектесе ме? Өткенді өзгерте аласыз ба? Сіз болжаған жоспарларыңыз арасында қаншалықты іске асып жатыр? Осылайша, сіз өткен шақ пен болашақтың ортасында пайда болған бос орынды зиянды ойлармен, одан қалса аурумен толтыруға мәжбүр боласыз. Сіз ашуланған кезде, бұл ашу әдетте сізді теріс ойлауға және қисынсыз әрекет етуге итермелейді. Бұл көбінесе жағдайдың нашарлауына, яғни көбірек ауырсынуға келеді. Әрине, бұл құбылыстың барлығы сіздің басыңызда болып жатады. Ойларыңызды сөгуді тоқтатыңыз. Келесі жолы жұмысқа кеш оянғанда, сен ертерек ояну керек едің деген басыңыздағы дауысты тыңдаңыз. Бірақ оған аса көп мән бермеңіз. Басыңызда осындай ойдың пайда болғанын мойындаңыз. Бірақ ол ойға сіздің көңіл күйіңізді түсіруіне жол бермеңіз. Бүкіл денеңізді, ағзаларыңызды тыңдап, мазасыз ойларды басқаруды үйреніңіз. Бұл әдіс сізді ойларыңыз бен денеңізді бір-бірінен ажыратып, сіз өзгерте алмайтын нәрселерді ойлай беруді доғаруға дағдыландырады.
Үнемі өкініп, уайымға салынып жүретін адам ашушаң келеді. Соның салдарынан әртүрлі ауруларға бейім болады. Сондықтан қазіргі сәтте өмір сүруді қазірден бастаңыз.